Дейін Сейітман дейді, 1203 жылдары хижра жылы жазылған. Мынау Бақажан, Жұманазар, Мұхаммед, Жайназар қолы дейді. Сейіт Бахадыр Қожа дейді деген жазулар. Мынау Бисми Молла Есіркеп Берді ибн Ата-Нияз дейтін. Мынау Бисми Қой Мұхаммед Хажым Балқан Мұхаммед Али Нияз дейді. Нияз деген адамның аты. Мынау Бисми Молла Дәулет Нияз Хафиз деген. Аяттар ма? Иә, ол Құран аяттар. Қалуа инна ише. Мынау жаңа түндік ұстайды ғой, бүйтіп жіппен байлап қояды. Аяғында байлап қояды да. Діл Мұхаммед, Ес Мұхаммед, Ер Мұхаммед деген жазылған. Мынау Молла Сүйесін ибн Сарман дейтін. Садық Есіркеп Қыдырша. Садық Қыдырша. Тәстемір Назар Құрманалы ұлы дейді. Тәстемірді Құрманалы дейтін бар еді ғой. Бұл жерде оқыған бұл. Міне петроглифтер, қуаныш, қараш. Арқардың суреті бар. Жылқы, арқар. Мынау кім дейді? Құлмағамбет, Қой Нұрмағамбет. Мынау Бисми Бек Мұхаммед дейді. Жазу көп, ә? Мынаның бәрі кетіп қалады енді, мына жазулардың бәрі үстінен бояп, түсіріп, нумерация сырлап, бояп алу керек еді. Ал мына Шақпақ-Атада тұрмыз қазір. Бұл жердің энергетикасы өте күшті. Өзіңді шаршап, шалдығып сонша жерден келсек те, ішіне кіріп шыққанда шаршағанымыз шығып кетіп, қазір бодыр болып отырып, реально. Ал мына жер келіңдер. Маңғыстаудың бір киелі мекенінің бір жері осы Шақпақ-Ата. Бұл жерлер тек келіп қарау керек. Ал мынау Маңғыстау дейтін ашық аспан астындағы мұражай ғой енді. Міне көрдіңдер ғой, жаңа шетелден бүкіл әлемнің түпкір-түпкірінен адамдар ағылып жатыр. Келе береді, көре береді дегенде. Маңғыстау дейтін машайықтардың басқан жері, Маңғыстау дейтін әулие әмбелердің тұрақтаған жері, түрлі сәулет ескерткіштердің шоғырланған жері. Осы бүгін келіп тұрған жеріміз Шақпақ-Ата дейтін жер. Мынау алдымыздағы оңтүстігің Жалбырт, Шақпақ-Атаның сайы. Мынау Ащағармен ағып барып су, анау теңізге қояды. Мына жағын теңіз Сартас деп атайды. Анау тұрған Ащымұрын дейтін жер. Ащымұрын дейтін жерден келді. Ащымұрын Суат жығылғаннан келе жатырмыз. Қапамсайға бардық. Мынау бір Қапамсай. Меня Антон зовут. Я занимаюсь тем, что показываю наши красивые места, святые места. Людям интересно, они должны просвещаться. Вот. Знание — это наше богатство. Вот это одно из самых уникальных, действительно, очень красивых мест, которые... Очень положительная энергетика здесь. Здесь достаточно просто посидеть, и этого достаточно, чтобы, как сказать, чувствовать себя хорошо, да? Чтобы родным было хорошо. Туристов возите, да? Я туристов вожу, да. С Актау, да? Сам с Актау, да. А это туристы откуда? Вот сейчас есть туристы? Ну, у нас сейчас в основном это все с Казахстана. То есть, вот сегодня привезли, да, туристов? Да, ну это актауские местные, они часто сюда приезжают постоянно. Вот. И есть, которые приехали с Киргизии, с Алматы, с Кокштау. Вот. Ну и, разумеется, им тоже интересно. Откуда они узнают об этих местах? С Киргизстана? Интернет, да? YouTube? Интернет, конечно, интернет. Да, интернет. Кому-то снится, приезжают, да, там, восстанавливать могилы родственников. Кто-то именно паломничеством занимается, кто-то просто туристический. Вот. Ну, для хорошей, красивой фотографии. Почему нет? Поэтому очень интересно смотреть на людей, которые меняются у нас здесь. Это действительно красиво. А этот
Вообще туристический потенциал, это как бизнес, можно, да, этим заниматься? Это же сезонная Развивать. получается, сезонная же работа. Так, Ну. есть основная какая-то работа, да? Ну, я занимаюсь, но у меня свое, да. То есть я работаю на себя. Вот. Это как, даже это не заработок по большей части, это очень хорошее хобби. Времяпровождение, общение с хорошими, интересными людьми. Люди приезжают, повидавшие 100 стран. И когда они приезжают там на Мангышлак, у них просто нет слов, они не могут описать ту красоту. Если они могут описать, к примеру, Африку, да, то наши места действительно просто завораживают. И это интересно слышать их истории. Это действительно так. У нас, можно сказать, касательно туризма, у нас совершенно другая практика. У нас нет рамок, у нас нет ограничений здесь. Человек себя чувствует очень свободно. Вот. В других же странах, разумеется, там запреты. Туда нельзя, сюда не ходи. Все очень по-разному. И слыша истории о нашем, да, они действительно удивлены. Им это очень нравится. Шақпағата қорымындағы төрт құлақты сағанатам. Маңбайшасында арабша жазу бар, оқи. Хазия ол Қабирафи есімі Сарғожа бин Есіркеп. Мұхаммеджан бин Ибн Сарғожа 22 яшында. Сарғожа Есіркеп. Сарғожа деген кісінің тамы. Мына сағатамның оқылуы Сарбөпе Ибн Айса. Мына тамның шебері, ұстасы Дәуд ибн Мұрын деген кісі. Тоқтамыс жары. Мына кісінің оқылуы Кәрімберді. Ұста бин Меңлі. Кәрімберді ұста бин Меңлі Нәубет Хафиз дейді. Аллахым рабияна аттана. Құраннан аяттар ғой. Мына Қойтастың есімі Арсланбек бин Шатлық Мақсым дейді. Бағатаның көрдіңдер ғой енді көлемі, қорымның үлкендігін. Бұл жерде бірнеше этапқа бөлінеді. Мынау қазіргі оңтүстік жағы, мынау төменгі бөлігі. Сол орта ғасырлық ескерткіштер шоғырланған, жерленген. Яғни белтастар 10, 11, 13, 14 ғасырға тиесілі. Сосын мына қабатқа шыққасын 16, 17, 18 ғасырдың жерленген адамдар және сол композиция мына тұрған қойтас, сандық тастар. Мына төменгі бөлігі мына сағанатан, құлпытастар сол Маңғыстауға келген қазақтардың қауымдары. Жорығымыз бітті деп айтуға болады. Ақтауға қайтып келе жатырмыз. Өте күшті болды деп айтуға болады. Тағы бір айтып кететін, біз Инстаграм ашып қойдық. Құлпытас деп зерттеу деген. Соған тіркеліңіз, жаңалықтарды көріңіз. Ол Инстаграм бізде не сияқты да? Мұрағат, архив сияқты. Кім құлпытас жібереді? Суреттерін. Біз сол жерге оны саламыз ертең. Кетіп қалмасын деп кетірді. Оқылатын құлпытас оқылады, оқылмаса тұрады сол жерде. Кім керек болып қалар болашақта. Маңғыстаудың туризмін дамыту, Маңғыстаудың потенциалын көтеру туризм саласы бойынша көптеген шетелдік азаматтар келіп жатыр. Шақпағатаның басында мана Қапамсайдың ішінде теңіз жағада, теріс жағада. Жалпы Маңғыстауға ашық аспан астындағы музей әлі талай адамды таңғалдырар. Жалпы осындай құлпытастарды зерттеу, жалпы табиғат аясында қыдыру, серуендеу шығатын болсақ, осы жақын арада Ақтөбе облысына осындай сапарымыз бар. Соған кімде-кім қосылам десе, бізбенен серік болып жүрем десе, қол ұшын беріп көмектесем десе, ерікті азаматтар болса, біздерге қосылып еріп жүруіңізге болады. Әдемі жер екен. Аты қандай, Нұрлан? Құмақ қапы. Құмақ қапы. 20 километр ма? Арасынан теңіз.
өзен ба бірдеме бар да ішінде жап-жасыл. Мынау кәдімгідей ағып жатыр да. Ойлы ауылдан 45 километр қашықтықта оңтүстік шығыс бағытында орналасқан Қаңбақтысай дейтін қорым. Бұл қорымның ерекшелігі құлпытастардың ұзындығы құрастырмалы және 3,5 метр 3 метрге дейінге барады. Жалпы қауымның аумағы 3-4 гектарды қамтиды. Көп ескерткіштердің құлпытастардың құлап жатқан күйі қазіргі желден табиғи эрозияға ұшырап, мүжіліп және малдан сүйкенгеннен құлап жатыр. Рухани жаңғыруға байланысты осы ескерткішті қорымды қоршау жұмыстарын өткізу керек. Бұл ескерткіштердегі эпиграфикалық жазбаларына зерттеу жұмыстарын жүргізу керек және қоршау жұмысын, қорғау жұмысын ең біріншісі мемлекеттік қорғауға алыну керек. Қамқоршы мекемелерді бекіту керек. Күтімі жақсы болу керек. Ескерткішті ұрпақтан ұрпаққа мұра ретінде қалдыруымыз қажет. Ол біздің парызымыз. Кетеу руы Айдар. Айдар Арал тайпасы. Бұрыз Наурызалы. Баласы. Наурызалы баласы. Жалфир. Жалфир дейді. Жалфир. Жалфара баласы. Нүкте ме? Нүкте ғой. Шынжырбек Уфа 28 жасында 1847 санада яздырды ағасы Құлмұхаммед. Бұл Наурызалының баласы болды, немересі болды. Жалфырдың да баласы Шынжырбек деген баланың қолы. Кете ұруы Мама Түйте деген бола ма? Мама Түйте. Мама Түйте тайфасы. Сюда. Қыдыралы баласы Көптілеу мырза Уфа 11 жасында. Қылдырды ағасы. Ал ағайын, біздер Дәуқара Батырдың қорымына келдік. Қара қожама сонда әкесінің аты Андас. Бар ғой? Андас. Ондан да Андас есімі олды. Бөлімі деген. Бисмиллахиррахманиррахим. Айбақты руғы Әлтеке тайпасы
андас немересі Қара Қожаның баласы Дәуқара батыр уфат болды 64 yaşında 1751 жылда. Bu tasını koydu дейді. Байғабыл және Қодас деген кісілер қойған екен бұны тасты. Байбақтың таңбасы қашан. Менің өмірімде алғашқы кездескен құлпытасым екен. Көне құлпытас жылын айтып отыр. 1751 жыл. Бұл бүкіл Байбақтыға ұран болған батыр, әулие, қасиетті кісі Дәуқара деген бұл құлпытасы. Ауданы Ойыл ауылынан оңтүстік шығысқа қарай 45 шақырым қашықтықта орналасқан Қаңбақты сай деп аталатын қауым жергілікті жұрт бәйгел дей ме? Бәйгелді ата. Қазір мына құлпытастың архитектуралық ерекшелігін айтайық. Өзі бір тұтас тастан қашалып, ою өрнектелген, нақышталған қошқар мүйіз гүлдер және эпиграфика басылған. Мына құлпытастың бас жағында Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның 4 шадиярын жазған екен. Осман, Али Хазірет, Омар және Абу Бәкір Садық. Бұл құлпытастың иесі Кете Ру Әл-Мәмбет тайпасы